43-те 10-шы есеп берілген түзуге параллель болатындай етіп y тең f от x y тең x квадрат функциясының графигіне жүргізілген жанаманың жанасу нүктесінің координаталарын табыңдар деп беріліпті. Y тең x квадратты. Жалпы осы жерде егер екі түзеу және a және b түзеу бір-біріне параллель болу үшін олардың бұрыштық коэффициенттері k1 менен k2 тең болу керек. Ал бұрыштық коэффициент дегенімізде берілген түзеудің алдында x-тің алдындағы коэффициент қол 2. Демек біздің жағдайда коэффициенті 2-ге тең болып тұр екен. Енді осы жерден біз білеміз берілген функциядан туындалсақ x0-іміз ол бізде мынаған тең болатын еді k-ға бұрыштық коэффициентке. Енді осы берілген функция бізде мынау ғой, f от x тең болады x квадрат функциясы ғой, осыдан туындаламыз. Мынау бізде f от x тең болады x квадрат функциясы. Осыдан туындасам f штрих x ол тең болады. Мына x квадраттың туындысы 2 алдына өтеді, 2x болады. Демек, мына жерде x болып еді, x болды. Егер мынаны f штрих x 0 десем не болады? Мына бізде 2x 0 болмай ма? 2x 0 болады. Енді бізде міне біз білеміз, егер туынды ол біз бұрыштық коэффициентке тең болады, ол бізде тангенс альфаға тең болады деп. Есептің осы басындағы алғашқы есептер шығарған кезде оны үйренген едік. Енді f штрих x0 бізде мына 2x0-ге тең болып тұр. Осыны мен бұрыштық коэффициентке теңестіремін. Сонда 2x0-ді теңестірем бұрыштық коэффициенті. Мына түзудің бұрыштық коэффициенті 2-ге тең ғой. К дегеніміз 2-ге тең. 2-ге теңестірем. Сонда x0 табуымыз керек. x0 дегеніміз ол жанашу нүктесі ғой. 2-ні 2-ге бөлем 1 болады. Сонда x0 бізде 1-ге тең болды. Енді y0-ді қой табайық. y0 табу үшін мұндағы x0-ны апарып x0-ді қоям. Сонда y0 шығады бізде. y0 дегеніміз сонда y0 ол тең болады. Мына x0-ді жерге қоям. 1-дің квадраты. Ол бізде 1-ге тең. Сонда x0-іміз 1-ге тең, y0-іміз 1-ге тең. Сонда жауабы x бірінші алау, x 1-ге тең болса, y-іміз де 1-ге тең болады екен. Енді тағы да келесі есебін шығарайық, әрі қарай түсінікті болу үшін. Екінші есепте бізде берілгені y тең болады 0,175 x деп тұр, минус 2 деп тұр. Енді осы y тең x квадрат болсын. y тең x квадрат. Біз не істейміз? Бұрыштық коэффициенті. Егер a және b түзеулер бір-біріне параллель болу үшін, олардың k1 менен k2 бұрыштық коэффициенттері тең болу керек. Ал біздің жағдайда мынау y тең 0,175 дегеніміз 3 бөлінген 4x қой, минус 2. Сонда k дегеніміз 4-тен 3-ке тең болып тұр, немесе 3 бөлінген 4, осыған тең. Енді біз не істейміз? Біз білеміз, бірінші берілген функциядан туындалсақ, x0 туындалсақ, ол бізде мына бұрыштық коэффициентке тең. Сонда бізде берілген функция мынау ғой, y f от x тең болады x квадрат етіп функция берілген ғой. Осыдан туындалайын. Сонда f штрих x ол бізде 2 алдына өтеді, 2x болады. Енді бізде x0 ғой. Сонда мына жерге мен f штрих x0-на x0 деп жазайын. Сонда ол бізде 2x0 болады. x0 болды. Енді осы f штрих x0-ді біз k-ға теңестірсек болады екен. f штрих x0 деген неге тең? Ол 2x0-ге тең ғой. Сонда мен 2x0-ді теңестіремін k. K деген 4-тен 3-ке. Мына енді істейміз? x0 табатын болсақ, мына 2 көбейтіліп тұр, теңдіктің келесі жағына бөлу болып барады. Сонда мына 8 4-ке көбейтіледі ғой. Сонда 3 бөлінген 8 болады. x0-іміз бұл біздің. 8-ден 3-ке тең болады. Енді y0-ді қалай табамыз? Мына жерде y0 дегеніміз мына x0 тапсақ y0 тапқан боламыз ғой. x-ті қойсақ y-ті тапқан боламыз. x1 тапсақ y1-ті тапқан боламыз деген сияқты ғой. Сонда y0-іміз біздің мына жердегі функцияға апарып қоямын. x0-ді мына жерге апарып x0-ға апарып қоямын. Сонда 8-ден 3-тің квадраты ол бізде 64-тен 9. Сонда жауабы бірінші x жазылады. Сонда 8-ден 3 болса, y-іміз 64-тен 9-ға тең болады екен. Келесі бізде y тең x квадрат деп жазамыз. Осы жүрген жанасу нүктесін табуымыз керек қой. Сонда біз білеміз a және b түзеулері параллель болу үшін олардың k1 менен k2-се тең болу керек. Бізде берілген түзудің алдындағы k дегеніміз не? K дегеніміз алдындағы сан x-дің алдындағы. Ол бізде минус 2-ден 1-ге тең. Тең болады минус 2-ден 1-ге тең. Минус 2-ден 1-ді қойшымыз. Сонда k минус 2-ден 1-ге тең болды. Енді біз мына берілген функция f от x ғой. Ол тең болады x квадратқа. Енді осыны туындысын алсам f штрих x ол бізде 2x-ке тең болды. Біз білеміз f штрих x0 ол тең болады k-ға.
k деген бұрыштық коэффициентке, немесе ол тең болады тангенс альфаға деп жазсақ та болады. Енді біздің жағдайда тангенс альфа керек емес. Осылар арқылы да есеп шығайын деп тұр. Мына жерде x болып еді, f' x0 деймін жерге. Сонда мынауда бізде 2x0 болады. Сонда мына f'(x0-ді мен k-ға теңестіруім керек екен. Сонда 2x0-ге тең ғой f'(x0)ым. Оны мен минус 2-ден 1-ге теңестіремін. x0 табатын болса, мына 2 көбейтіліп тұр, теңдіктің келесі жағына бөлу болып барады. Сонда 2 көбейтіледі, сонда минус 1 бөлінген 4. Сонда x0-іміз деген біздің минус 0,125-ге тең. Ал y0 табатын болса, y0 ол бізде мына жерге апарып қоямын ғой. Сонда минус 4-тен 1-ді қоямын ғой. Минус 4-тен 1-ге тең ғой x0-іміз. Соның квадраты. Сонда плюс 16-дан 1. 16-дан 1. Немесе мынаны мен былай алмай қойайыншы. Мына түрде қалдырайын. Сонда жауабы x минус 4-тен 1-ге тең болғанда y 16-дан 1-ге тең болады екен. Келесі ары қарай 4-ші есеп. y тең болады минус x минус 16. y тең x квадрат функциясын жүргізген жаңа нүктесін табуымыз керек. Бұл жерде k дегеніміз неге тең? K дегеніміз минус 1-ге тең, x алдында коэффициент қой. Сонда біз мына бізде берілген функция f от x тең болады x квадрат етіп функция берілген. Осыдан туындаламыз. Сонда f'(x) ол 2x-ге тең. Мына жерде x болды, мына жерде x болды. Енді мына жерге мен f'(x0) десем, мына жерде де 2x0 болады. Енді біз білеміз, туындысын алып x0-ді k-ға теңестірсек, ол k-ға тең, k дегеніміз ол минус 1-ге тең. Демек 2x0-ді теңестіремін минус 1-ге. x0 табатын болсақ 2 көбейтіліп тұр, теңдіктің келесі жағына бөлу болып барады, сонда 1-ді 2-ге бөлеміз. Алды минус. Енді біз x0 ғой бұл. Ал бізде жанасы нүктесінің координаталарын таптып тұр ғой. y0-ді табуымыз керек екен. y0 табу үшін мынаны апарып, мына x0-ны апарып қоямын. Сонда y0 шығады. y0 дегеніміз сонда минус 2-ден 1-дің квадраты. Сонда ол 4-тен 1-ге тең. Немесе мынаны мен минус 0,5 десем, мына бізде 0,125-ге тең. Жауабын осылайда қалдырайын. Минус 0,5 және 0,125 деп. Қырық 11-ші есеп бізде берілген мына y тең болады x куб бөлінген 3 азайтылған 3 функциясының графигіне жүргізілген жанамалардың теңдеулерін жазыңдар деп беріліпті. Мына түзуге параллель болатындай деп берілген. Мына жерде бір түзу беріліпті. y тең 4x минус 1. Жалпы мына бізде түзу. Егер түзулер параллель болу үшін, яғни a дейтін бір түзу беріліп, b дейтін бір түзу берілетін болса, олар параллель болу үшін олардың бұрыштық коэффициенті k1. Мына a-ның бұрыштық коэффициенті k1 болса, b-нікі k2, олар тең болады. Бұрыштық коэффициент. K дегеніміз не? K дегеніміз мына x-ның алдындағы коэффициент. Ол біздің жағдайда 4-ге тең болып тұр, коэффициенті. Енді біз білеміз, содан кейін мына берілген функцияда, мына бізде берілген функция мына ғой, f(x) тең болады x куб бөлінген 3 минус 3. Мына бізде берілген функция алдында түзеу. Ал біз білеміз, берілген функциядан туынды алып, оның бұрыштық коэффициентке тең болатын, ол туынды бұрыштық коэффициент тең болу арқылы біз мына x0 тауып алатынымыз. Мынада мен алдымен туынды алайын. Сонда мына f'(x) дегеніміз мына x куб бөлінген 3 азайтылған 3-тен туынды аламын. Сонда мына бізде былай ғой жалпы, 3-тен 1 көбейтілген x куб азайтылған 3 деген сөз ғой. Осыдан туынды аламыз ғой. Сонда x кубтың 3-і алдына барып түседі. Сонда 3 көбейтілген 3-тен 1 болады. Сосын x-тің 3 дәрежесі ғой, одан 1 дәреже арылып, x-тің 2 дәрежесі болады. Мынау санның туындысы 0-ге тең. Сонда мына 3 пен мына 3 қысқарған кезде бізде x квадрат қалады. Демек туындысы f'(x) деген туындысы x квадратқа тең болды. Енді бізде x0-ді табуымыз керек қой. Онда мен мынаны бетейін. f'(x) дегеніміз негізі бұлай ғой, мынандай ғой. f'(x0) дегеніміз ғой. Ол бізде мына x0-дің квадратына тең болады деп тұр ғой бізде. Осы жағдай ғой. x0-да x тұрып еді. x деп еді, x тұр. Енді x0 десек x0 тұрады, x0-дің квадраты.
Енді мен оны апарып тұрып бұрышты коэффициент k-ға теңестіремін. 4-ке теңестіремін ғой сонда. f'(x0) дегеніміз ол тең болып тұр x0-ге. Мынау бізде мынаған тең болып тұрған жоқ па, иә? Демек, x0-дің квадратын теңестіремін k-ға. K дегеніміз ол мінекей 4-ке тең. Сонда 4-ке теңестіремін. Сонда x0 дегеніміз ол тең болады плюс минус 2-ке, иә? Өйткені x0 дегеніміз плюс минус 2-ке тең болады. Плюс 2-дің квадрат 4-ке тең, минус 2-дің квадрат 4-ке тең. Бірінші жағдайда біз x0-ді біз 2-ке тең деп қарастырайық. x0-іміз ол бізде 2-ке тең болсын. Екінші жағдайда x0-іміз минус 2-ке тең болсын. Ал біз білеміз, жанаманың теңдеуі y тең fx0 қосылған f'(x0 келесі x минус x0 болатын. Енді біз мынаны табайық. Мынау бізде не болатын еді? Мына бізде берілген функцияда x-ті апарып екіні қоямыз. Бізде берілген функция мынау ғой. Мынау емес пе, мінекей. Осындағы x-ті апарып мынаны қоямын, мінекей. Сонда f екіні қоямын. Сонда 2-ның кубы 8 бөлінген 3 азайтылған 3. Немесе ортақ бөлім 3-ті берсек, мына жерге 3-тен келеді. 3-ге 3-ті көтім 9, 8-ден 9 айырса минус 1. Мынаны таптық, ол мынаған тең болды минус 1-ге. f'(x0) берілген функциядағы туындының орнына апарып, мына туындысы мынау ғой. Туындысын біз таптық ғой. f'(x) дегеніміз x квадратқа тең болды ғой. Осыдағы x-ті орнына апарып 2-ні қоямын. Сонда туындысындағы x-ті орнына апарып 2-ні қойсам, 2-ның квадраты. Ол бізде 4-ке тең. Біз мынаны да таптық, ол 4-ке тең болды. Енді жанаманың теңдеуін құру өте оңай ғой, y тең болады fx0 ол бізде минус 3-тен 1 қосылған f'(x0 ол 4, сосын x минус x0 дегеніміз 2-ке тең. Сонда y тең болады минус 3-тен 1, 4-ке x-ті өтем 4x, 4-ке минус 2-ні өтем минус 4x минус 8. Немесе оны былай жазсақ та болады, y тең болады 4x, мына жерде ортақ бөлім минус мынаны мен ортақ бөлім 3 болса, мына жерге 3-тен келеді. Сонда 24, алды минус 1, минус 24 ол 25 деп береді. Мінекей. Y тең 4x минус 25 немесе мына былай жазсақ та болады, y тең болады 4x минус 8,3-тен 1 деп жазсақ та ол жанаманың теңдеуі ғой осы. Мына түзуге параллель болатын, мінекей. Қазір бізде көрсеттік қайет мына түзуге. Мына түзуге параллель болатын біз жанаманың теңдеуі мына түрде болады екен. Енді келесі x0-іміз бізде минус 2-ке тең болғанда қалай болады? Тап осы шартты есепте осы заттарды істейміз. f' минус 2-ні қоямын. fx деппін ғой. fx0-дің орнына минус 2-ні қоямын. Сонда мына жерде минус 2-ның кубы минус 8 бөлінген 3 минус 3. Ол бізде 3-ті берсек, мына жерге 9-дан келеді. 9-ға 3-ті көбейтем 27. Мына бізде 8. Так. 27 30 35 бола ма? 35 минус 27-ге 8-ді қоссақ 35. Мынаған тең болды. Енді мынау бізде мынаған тең болды, мінекей. Енді f'(x0 біз f' минус 2-ні қоямыз. Сонда минус 2-ның квадраты. Өйткені f'(x) дегеніміз ол x квадратқа тең ғой. Сонда x орнына минус 2-ні қойсам, минус 2-ның квадраты болады. 4-ке тең. Енді жанаманың теңдеуімізде y тең болады минус 35 бөлінген 3 келесі қосылған 4 дейміз, мына жерде x минус 2. Мына минус пен мына минус плюс 4 плюс 2 болып кетеді. Сонда y тең болады 4 x қосылған 8 азайтылған 35 бөлінген 3. Немесе y тең болады 4x, мына жерге ортақ бөлім 3-ті берсем, мына жерге 3-тен келеді. Сонда 24 болады. 24-тен 35 азайтсақ 11, минус 11. Немесе y тең болады 4x минус, мына бізде 3 бүтін 3-тен 2 деп жазсақ та болады. Сонда мына түрде болады екен жанаманың теңдеулері. Мына берілген түзуге параллель болады екен. Осы мына берілген түзу, мына бізде берілген түзу мынау ғой. Осы түзуге параллель болатын түзуді біз тағы да жаздық, міне көрсеттік.
Енді осында мен сіздерге GeoGebra бағдарламасын қолданып, осы функцияның графигін көз алдымызға елестетейік, қалай болатынын көрсетейік. Мына бізде берілгені мына функция, мына функция берілген ғой бізге, мына функция берілді ғой. Мінекей, жазайын мен оны. Y тең болады. X куб бөлінген 3 азайтылған минус 3. Мінекей, осындай бізде график шықты. Осындай график шығады екен, мінекей, көрдіңіздер ғой, мінекей. Осындай, енді бұл бізде. Осындай график шықты, мінекей. Ал енді осыған не істейміз? Мына түзу көрсетеген 4x y тең 4x минус 1. Y тең 4x минус 1 дейтін түзу көрсетейін. Мінекей. Ол мінекей мынандай болды, мінекей. Мынандай түзу болды, мінекей. Осылай түзу кеткен, былай түзу болды. Енді осыған параллель болатын дедік қой, бізде. Параллель болатын түзулерді қазір салып көрсетемін, мінекей. Осы түзуге параллель болатын бізде мынау ғой, мінекей. Жаңа тапқанымыз 4x минус 25 бөлінген 3. Y тең болады 4x минус 25 бөлінген 3 болады, мінекей. Мінекей, параллель ма? Параллель, мінекей. Рельс қой, параллель дегенде, мінекей, солай түзу кетті, былай түзу кетіп жатыр. Енді тағы да мынау да сондай параллель бар екен. Егер бұрыштық коэффициенті тең болса, оның параллель бола береді. Мынау y тең болады 4x минус 11 бөлінген 3 десек. Мінекей, бұл да параллель болды, көрдіңіздер ме? Мінекей, көрдіңіздер ме? 3 түзу параллель болды. Мына жердегі қарасаңыздар, мына берілген функция берілген, осы бізде 3 түзу параллель жатыр. Егер алдында бұрыштық коэффициент 4x болса, мысалға, y тең болады 4x минус 13 десем де ол бізде параллель болады. Неге? Өйткені мына бұрыштық коэффициенттері тең болса, барлығына 4x, мына жерде 4, мына жерде 4, мына жерде 4 бұрыштық коэффициенттері тең болса, ол параллель болып кете береді екен.